Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Қазір 39 апталық, яғни толық уақытсыз жетіліп туылған баланы бірге көретін боламыз. Дамуы қалай, рефлекстері қалай, және де қандай қауіпті белгілері бар ма, жоқ па. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, мен каналымда активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Так, ал енді бала 39 аптада босанған, толық жетіліп туылған бала. Так, шешіндіріп жатырмыз. Салмағы 3 кило 300 грамм. Жаңадан туылған нәресте. Жатқан кезде аяқ қолдары кішкене физиологиялық гипертонуста болады. 4 айға дейін бұл норма болып есептеледі. Аяқтарын, тонустарын және таза бедренный суставты айландырып көріп жатырмыз. Табандарын көріп жатырмыз. Шешіндіреміз. Баланы түгел шешеміз. Жан-жағына қарап жатыр бала. Алақан ұстаған кезде бала жаңағыдай қысып алады. Рефлекс хватательный есть. Бала жылап жатыр, но активность хорошая. Аяғын тіреуі жақсы. Ішпен жатқызамыз. Ішпен жатқызғанда сразу басын бір жаққа қаратып алды. Ол жақсы. Аяқтарын симметриялы. Рефлекс ползание дейді. Яғни аяқтарын итеріп жатыр. Ол да дұрыс қауіпті рефлекс. Белбегі жақсы. Жылауы жақсы, қолындағы тонустан жақсы, қолындағы тонусы симметриялық, аяқтарындағы тонусы симметриялық. Табан рефлекстері қалыпты. Аяққа тіреген кезде бала аяғын басады. Рефлекс опора есть, яғни тіреу рефлексі бар. Алдыға сәлем кеткен кезде бала шаг жасайды. Яғни рефлекс ходьбы дейді, жүру рефлексі. Және шаг жасап жатыр. Рефлекстерін бәрі жақсы. Баланы жатқызамыз. Все, келдіреміз. Бұл бала 39 апталық толық жетілген бала, аяқ қолдары флексияны позицияда дұрыс дамыған.